Ібілістің балалары. Тәңір адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауды бұйырды. Періштелер жиналып, адамда айналып қарап көрді. Сол кезде ібіліс лып етіп, адамның мұрнына кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзасын, қан тамырларын аралап шығады да, үш баласын адамның үш жеріне орналастырады. Бірінші баласын адамның өңешіне жайғастырып, сен көмейде отыр. Адам сөйлегенде сөзінің арасына анайы сөздер салып тұрып, сенің әсеріңнен жағыңнан жаңылып, басы бәлеге шатылатын болсын, деп тапсырады. Екінші баласын жүрекке орналастырып, адамның жүрегіне күмән саласың. Соңғы дәмі үзілгенше күдіктен арылмайтын болсын дейді. Үшінші баласын қуықтың басына қойыпты. Сен кіші дәрет алғанда бір тамшы зәрін тұтып қал. Адамдар құлшылыққа кірісіп, намазын өтеп жатқанда бір тамшы зәрді ағызып, оның дәретін бұзасың дейді. Содан бастап ібілістің үш баласы адамның үш жерінде отырып, кесірін тигізетін болыпты. Егер пенде аңдап сөйлемесе, басы дауға шатылып, тірісінде Тәңірге иман келтірсе де, күмәннен айықпайтыны және намазының жиі бұзылатыны содан екен. Сондықтан мұсылмандар дәрет алғанда тамағын терең шайып, ғары-ғары тартып, өңештегі шайтанды қуады. Тәңірдің есімдерін зікіретіп, жүректегі шайтанды тоқпақтайды. Дәрет алғанда тақыраты кәміл болмай, намазға тұрмайды. Екінші бір аңызда ібіліс періште сипатында келіп, адам мен Хауаға бір қоржын беріп кетеді. Ол кезде адам ата мен Хауаны әлі еш нәрсенің байыбын білмейді екен. Қоржынды ашып қалса, лып етіп балық шығады. Мынау балық екен ғой, суға жіберей, дейді де суға жібереді. Қоржынға тағы қолын салып қалғанда сауықсақтары күйіп қалады. Онда шоқ жатыр екен. Мынау шоқты не үшін салған? Отқа тастамай ма? Деп оны күлге лақтырып жібереді. Қоржында тағы бір зат қомпиып жатады. Қараса ет екен. Бізге азық жіберген екен ғой, деп оны жеп қояды. Қоржындағы үш зат ібілістің балалары екен. Кейін ібіліс балаларын шақырып алып, үшеуің жайлы жерге орналассыңдар, дейді шаттанып. Балыққа ұқсайтын ұлына, сен суға келгенде адамдарды азғыр дейді. Шоққа ұқсайтын екінші баласына, кім күлді басса, соны тура жолдан тайдыр дейді. Етке ұқсайтын кенжесіне қарап, ең жақсы жерге жайғасқан сенсің. Адамның ішінде отырып, оны азғырасың депті. Салт дәстүр сөйлейді кітабынан. Авторы Санжар Керімбай.